Бокс әлемінде өзіндік орны бар тұлғалардың бірі ол Мырзағали Айтжанов. Бұл кісіні көп таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені сізді білмейтін, сізді танымайтын азамат кемде-кем шығар. Мырзағали аға, қазіргі таңда қайдасыз? Біздің редакциядан, жалпы менің өзімнен талай азаматтар сұрап жатыр. Мырзағали аға қайда кетті, қайда жүр, сол ұлттық құрамада ма, әлде қайда деп. Қайдасыз? Қазақ елінде, оның ішінде оңтүстікте ауылдамыз. Жалпы енді Шымкент қаласында тұрамыз. Оңтүстік Қазақстан болғаннан кейін қазір енді екіге бөлініп кетті ғой. Сол себептен жұмыс істейтін орнымыз Түркістан облысы бокс клубында. Шәкірттерімізде сол Түркістан облысының намысын қорғайды. Жалпы елдеміз ғой. Ұлттық құрамадан кеттіңіз ба сонда? Ұлттық құрамада қазір түбегейлі жоқсыз ба? 2024 жылы Олимпиададан кейін өз еркімізбен кеттік. Жалпы енді бас бапкер болсақ та, бас бапкер болмасақ та, осы ұстаздық жұмысымызды атқарып жүрміз. Шәкірт дайындап. Шәкірт демекші, қазіргі таңда Сәкен ғана ма, әлде одан да бөлек шәкірттеріңіз бар ма? Сәкен Бейбосынов бар, Сағындық Тоғанбай бар, Аман Қонысбеков бар, Бақтияр Анарбаев бар, Бекболат Әбдікерім бар, Алдияр Бахадыр бар. Енді бірталай шәкірттеріміз бар. Соларды тәрбиелеп, солардың ішінен әлі де үмітіміз бар, үлкен биік тұғырларға шығаруға. Қандай үміт, қандай мақсат қойып отырсыз? Енді алда Олимпиада бар. Олимпиадаға енді аз уақыт қалды. Енді оған бір табан жақын жүрген тәжірибесі де, жаңа жетістіктері де соған лайық болып жүрген спортшылардың бір-екеуі бар. Енді оның біріншісі енді Сәкен, одан кейін Сағындық Тоғанбай. Осыларды дайындап, сол Олимпиадаға ілінуіне бар күшіміз саламыз, дайындап. Сіздің тәжірибеңізбен неге тек жеке бапкер ретінде қалуды шештіңіз? Өйткені сіздің тәжірибеңіз біздің қазақ боксына әлі де көмегі өте зор болатын мамандардың бірісіз. Енді оны мен шешпеймін, оны басшылар шешеді. Енді мынау Париж Олимпиадасынан кейін көрсеткішіміз төмен болғандықтан біз түгел кеттік. Сол кездегі тренерлердің, бапкерлердің құрамы. Сол себепті оған өкінетін нәрсе жоқ. Қолдан келген барлық нәрсені істедік. Ал енді кейбір кезде біздің де қолымызда болмайды ондай нәрселер, жаңағы жетістікке жету, немесе ол жұмысты ары қарап жалғастыру, оның бәрі басшыларға байланысты. Сәкенге келетін болсақ, сіздің үмітіңізді ақтап жүрген боксшылардың бірі ғой? Иә? Әлде әлгінге дейін әттеген ай деген бір сәттер бар ма? Жоқ, әттеген ай дейтініміз тек қана бабы жақсы болғанмен бағы шаппай жүрді. Көптеген кедергілер, бұл енді спортты түсінетін адамдар бұны жақсы біледі. Кейбір кезде жаңа бұйырмай қалады, кейбір кезде бағы шауып тұратын адамдар болады, бабы жоқ болса да. Ал енді екеуі бірдей шапса, сонда ғана топ жарасың ғой. Сол себептен Сәкен енді өте тәртіпті, еңбекқор жігіт. Мен емес, оны бүкіл әлем кейбір кезде басты қарсыластар ретінде санайды. Оның ұтылып медальға ілінбегеніне Париждегі әріптестеріміз, қаншама спортшылар, қаншама бапкерлер, Америка, Англия, басқалар да басты қарсыластар өзбектердің өзі былай айтқанда өкінішті деді. Неге десек, әбден лайық
спортшы. Ол тек осы Париж олимпиадасында емес, Токио олимпиадасында да алтынмен қайтуға лайық боксшы еді. Ол кезде енді ол жерде де жеңісін ұрлады. Сол себептен сәл ғана бір бағы шаппай жүрген спортшы деп ойлаймын. Бірақ сөйлесіп, ақылдасып, арқасынан қағып, әлі де айтып отырмын. Өзі біреулерге қиын келеді, еңбек арқылы келеді, төзім арқылы келеді. Сол себепті ақырына дейін еңбек етейік. Қазақта жақсы сөз бар ғой, Алла ақырын берсін деген сол. Ақырын күтейік деп атым. Барлығына, 40-ына шыдаған 41-не де шыдау керек дейді. Сол себепті сол еңбектің жемісін көретін сәт алыс емес деп ойлаймын. Құдай қаласа. Жаңа мінезі тәрбиелі деп қалдыңыз. Сіздің шәкірттеріңіздің арасында Сәкен болсын, Біржан Жақыпов болсын, өте тәрбиелі, өте момын жігіттердің бірі деуге болады. Екеуінде әдейі таңдайсыз ба момын жігіттерді, әлде өзіңіз солай тәрбиелейсіз ба оларды? Енді бұл бірінші кезекте өздерінің тегінен ғой, тегінен ата-анасынан беріледі. Одан бөлек әрине спортзал, бокс үйірмесі, одан кейін құрама, ұлттық құрама, барлық жерде тәртіп қой. Спорттың өзі тәртіп қой, тәртіпке шақырады, тәртіппен болады бәрі. Сол себептен бірінші кезекте сол отбасынан алған тәрбиесі, екінші жаңағы ата-анасынан берілген, одан кейін осы спорттағы ұстаздарынан беріліп жатқан тәрбие. Нағыз боксшы болу үшін, жаңағыдай олимпиада шыңына көтерілу үшін мүмкін мінезінде бір бұзықтық қажет шығар, қалай ойлайсыз? Енді әркім әртүрлі болады. Әркімнің мінезі, одан кейін мынау сол табиғи, одан бөлек ата-анадан берілген мінездер, қасиеттер, сезімталдық бәрі болады ғой. Төзімділік, еңбекқорлық. Енді одан бөлек еңбек арқылы келетін нәрселер бар да, еңбек арқылы. Дұрыс айтасың, жаңағы бұзықтық ол бірінші кезекте керек, бірақ бұзықтықтың да тәртіпті бұзатын бұзықтық ол керек емес та. Жаңағы спорттық мінез дейді да, спорттық мінез сондай бұзықтық болса, ол үлкен жетістіктерге жеткізеді. Жаңағы төзімділігімен, қайсарлығымен, жеңіске деген құштарлығымен сондай бұзықтық болса, онда үлкен биіктерді бағындырады. Бұзықтық демекші, менің есіме Еркебұлан Шыналиев келеді, бұзық десек. Осы шәкіртіңіз жайында не айтасыз? Соңғы кезде көп әлеуметтік желіде көп шығып кетті, жалпы көп сұхбат береді. Осы тұста өзіңіз пікіріңіз? Ол спорттағы үлкен жетістіктерге одан да үлкендеріне жететін еді. Сол еркелігінің арқасында ерте қойып кетті. Енді қазіргі таңда әрине ана жерден, мына жерден жұрттар жіберіп жатады. Шәкіртіңді көрдің бе деп. Бір жағынан ұялып қаламыз. Бірақ енді үлкен жігіт қой. Қазір біздің залда, қатарда тұрмайды. Бұлай айтқанда жеке өз-өзіне жауап беретін адам. Сол себепті ұялып қалатын жеріміз бар әрине. Бұзықтығы да, еркелігі де бар. Соны қоя алмай жүр әлі. Бұлайша жаңа спортта әрине үлкен жетістіктерге әлі де жетер еді сол кезде. Бірақ ерте қойып кеткен. Дәл біз мына отырған залда өзіңіз бастағансыз. Сол Еркебұлан да осында жаттықты, Біржан да, Сәкеннен жаттыққан шығар бұл жерде. Бірақ Қайрат Ералиев те жаттықта, бір қара шаңырақ деуге болатын жердің бірі. Неге осы жерді тастап Түркістанға кеттіңіз, Шымкентті тастап? Сол кезде
сізді бір Шымкентке ренжіп кетті дейді, сол рас па? Енді ренжіп қыз емеспіз, ренжитін. Қыздар ренжиді ғой енді көбінесе. Жігіттерде де бар шығар ренжитіндер. Біз ренжігенімізді де білдірмейміз ғой ешкімге. Бірақ кетіп қалдыңыз. Ренжісек те айтпаймыз. Ренжігеннен біреуге жаңағы ренжіп қапа болып, уайым қайға кеткеннен Құдай сақтасын. Біреуге Алла күніңді қаратпасын. Әйтеуір екі қолға бір күрек табылады деп жұмысымызды атқарып жүрміз. Сол себептен неге тастап кеттіңіз? Облыстық спорт мектебінде спортшы ретінде болдым. Облыстық спорт мектебінде бапкер ретінде істедім. Облыс екіге бөлінді. Біз облыста қалдық. Ал енді облысты Түркістанға жіберді, біз Түркістанға кеттік. Сондай болды. Ал енді қалам Шымкентті көргісі келген адамдар енді алыста тұрса да Шымкентке жақын, Шымкентте тұрғысы келген шығар. Солар қалды. Біз Шымкенттің ортасында тұрып, біз облысқа кеттік та. Түсінікті. Сәкен мен Махмұт Сабырхан екеуі бір салмақта еді, екеуі бір-біріне кейбір жарыстарда жаңағы қарсыласта болып келді. Сабырхан Махмұт өзге салмаққа ауысты, Сәкен қалды. Сол кезде бір алып қашпа әңгімелер де болды. Екеуінің жаңағы Сабырхан Махмұттың өзге салмаққа ауысқанына осы бір түйткілі болды деп, екеуінің бәсекелестігі. Енді өсек айтатын адамдар, жаңағы қолы бос адамдар, осындай әңгімелерді көп таратып жүрді ғой сол кезде. Біз де қанша айтса да біреуіне жауап берген жоқпын. Енді міне өзің арнайы сұрақ берген екен айтайын. Енді Махмұт Сабырханда өзіміздің шәкірттеріміздің бірі, әлем чемпионы міне Ташкентте өзіміз апардық. Сол кезде бас бапкер болып тұрдық, дайындадық, бұрышта үйреттік, ақыл кеңесті айттық, олимпиадаға да апардық. Сол себептен оны ешкім қинап өткізген жоқ. Оның салмағы көп, дене бітімі тығыздау, салмағы ауырлау, еті көптеу Сәкенге қарағанда. Ал енді жұрттар үйінде отырып алып, әдейі өткізді, Мырзағали бүйтті, үйтті дейді ғой. Енді оны Махмұтқа да рахмет, мен өзім өттім, салмағым деп бір-екі рет жауап берген сияқты. Бірақ екеуі екі салмақта. Сол себептен ол ешкім оны қинап өткізген жоқ. Салмағы ауыр болғаннан кейін өтті. Сабырхан Махмұтты жұлдыз ауруына шалдығып қалған дейді. Рас па? Енді оны өзінен сұраңдар десеңізші. бапкері немесе өзінен сұрайтын шығарсыздар. Мен енді оны байқаған жоқпын. Қазір ұлттық құрамада мен бапкер емеспін. Сол себептен мен оны біле алмаймын. Ал енді бас бапкер ретінде жүрген кезде кімнің ауырып атқанын, кімнің іші ауырады, кімнің басы ауырады, бәрін білеміз ғой. Кім ұйықтады, кім ұйықтамады, кім жаңағы туған күнге барып келді, барлығын оқу жаттығу жиын келген кезде көріп қоямыз. Кім демалысын жақсы өткізді, кім режимді сақтады, кім режимді сақтамады. Ол бір қарағаннан бірінші тренировкада көрініп тұратын. Енді қазіргіні мен айта алмаймын, оған жауап та бере алмаймын. Бұлайша енді қазіргі таңда міне Сәкен мен Махмұт екеуі бір салмақта. Біз олимпиадада 51 деген салмақ жоқ. 51-ді мүлде алып тастап 50 қылып қойды. Бірақ ол олимпиада 55-тен басталатын болғандықтан біз былтыр ғана, міне бір жыл болды, жаңа салмақ қойдық. Жаңа салмақта Сәкен Хабаровск қаласында Ресейде бір турнир өтті.
одан кейін Қазақстан чемпионатын өтті. Одан кейін ИБАның өткізген Дубайда әлем чемпионы болды екінші рет. Жаңа салмақта мына 3 жарыс өтті. Биыл мынау Нұрмағамбетов жарысын өтті. Сол себепті бізде енді осы салмаққа үйреніп, қатайып осы келешекте мына Махмұтпен қарсылас болып жатырмыз. Махмұтқа тағы да салмақ ауыстыру керек дейсіз ғой. Енді оны ауыстырады, ауыстырмайды, оны өздері біледі. Бірақ біз жалпы өзіміздің алға қойған мақсатымыз бар. Біз соған дайындаламыз. Оны енді қарапайым тілмен, боксшының тілмен айтқанда, дұрыс адамдардың сөйлейтін сөзімен айтқанда, біреу ұрады, мынау ұрады, енді айтатын қазір адамдар көбейеді ғой. Жаңағы палашатындар, білгіштер, негізі бұның бәрін ринг шешеді ғой. Мен айтам, біреу айтады, ол болмайды. Ринг шешеді. Екеуі кездеседі, сол кезде кім баратыны сол кезде белгілі болады. Кейде ринг шешпей қалатын кезде болады ғой. Енді ондай жағдайлар белден басып, ешкімнің сөзіне қарамай, пікіріне қарамай алып кететін жағдайлар боп қалуы да мүмкін. Мәселен, оған таң қалатын жағдай жоқ. Мәселен 2016 жылғы Олимпиада ойындарында сіз үшін менің ойымша ең бір ауыр олимпиадалардың бірі болды деуге болады, солай ғой? Левитті 2016-да емес пе еді? 2016 әрине, енді ол кезде 3 алтын алуға да шамамыз бар еді, бірақ енді жаңағы бұйырған деген нәрсе бар ғой, ол алып қойды, бұйырмай тұр. Оның өзі бір себептері болады, қандай жолмен алады, бірақ бұйырмай, бұйырса алар едік қой, бұйырмаған екен алып қойып тұр ғой. Дегенмен көзіңізге жас алдыңыз сол кезде. Енді ондай сәттер естен шықпайды ғой, ол еңбегіміз ғой. Сонша еңбегіміз қап дала кетті ма дегендей, және шәкіртімізді аяймыз. Ол қандай еңбек етті, не деген жарақаттардан, не деген қиындықтардан өтті. Ұтып тұрған жеңісін алып қойған кезде Құдай сақтасын, тағын аман жүрміз. Талай адамдар сол жерде жүректерін ұстап, талай жарыста тек қана бокс емес, талай бапкерлер жүріп кетіп отыр ғой. Құдай сақтасын. Сіз қалай шықтыңыз? Аллаға шүкір, сол сабырлықтың арқасы. Сабыр деп, сол сабыр қылған жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деп жүрміз әлі. Дұрыс. Сізді жақында Өзбекстанға бапкерлікке кетеді дегенде бір сыбыстар жүрді. Мен бір өңке сыбыс өсектер жинап келді деп ойламаңыз, дегенмен осындай сауалдар жүр, сол сауалдарды қойып жатырмын. Халық естісін, білсін, өзіңіздің аузыңыздан деп. Енді Өзбекстан емес, көп елдер шақырып жатыр. Оның ішінде алпауыт ел саны жағынан көп деп, Қытай бар, Түркия бар, одан қалса Индия бар. Ең қатты жаңағы алғысы келіп осы мынау Лос-Анджелес олимпиадасына біздің команданы дайындаңыз деп осы 25 жылдан бері өте үлкен келіссөздер жүріп жатыр, хаттар келіп жатыр, басқалар келіп жатыр. Бірақ былай айтқанда елді қимаймыз, шәкірттерімізді қимаймыз, сол алға қойған мақсатымызға жетейік деп елде жүрміз ғой. Бірақ дегенмен ойланып жүрсіз. Ойлансам кетіп қалар едім ғой. Ойланбайсыз. Сол себептен ол басқа елдер енді мен осы 3 елді айтсам, одан бөлек Әзербайжан бар, басқа да көптеген елдер бар шақырып жатқан. Бірақ бәріне бас тарттым, алдыма қойған мақсатыма жетейін, олимпиада чемпионын дайындауым керек деп елде қалдым. Қанша ауыр болмасын, қанша сөздер айтылмасын. Қанша қиын болса да ақырына дейін барайық деп
шештік, Түсінікті. бел болдық. Біздің боксшыларды, отандық боксшыларды қарны тоқ дейді. Сол себепті де жаңағы кейде өзбектерден жеңіліп қаламыз, кейде өзгелерден жеңіліп қаламыз деп жатады. Біздің боксшылардың расында қарны тоқ па? Қарны тоқ, енді ол дұрыс. Кейбіреулер енді дұрыс деп айтып жатқан шығар. Мен енді өзім соны естіп жүріп, өзім бас бапкер болып тұрғанда да бұл сөздер айтылатын. Бұл мен үйтіп айтпайтын ем. Мен бұл үйдегі тәрбиеге де байланысты ғой. Тек қана жауапты мен болмауым керек, бас бапкер ретінде. Бұған бүкіл ел болып жауап беру керек. Біздің спортшылардың, біздің халқымыздың жалпы тәлім тәрбиесіне тек қана бір адам жауапты болмау керек. Оған бүкіл ел болып жауап беру керек. Осы тұста ол үйдегі тәрбиеге байланысты. Ел болам десең не дейді? Бесігін түзе дейді. Ол бесіктен басталады ғой. Ол жаңағы азғантай болса бір 100 мың алсын, 200 мың доллар алсын, оған не бір бүкіл өмір бақи өміріне жетпейді ғой. Соны көтере алмай жатса, ол үйдегі тәрбиеге байланысты. Сол себептен мен ойлаймын, ол тоқтықтан емес ол. Ол үйдегі тәрбиеге байланысты ғой. Қазақ енді көп осы тұста көп мақал, мәтел, мысалдап келтірген жағдайлар көп қой. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығын жер жарады деп кім осыларға айтылған ғой. Одан бөлек басшы болып бір жерді құтырып кетсе, көтере алмай қалса, оған да айтылған. Қой бітпеген байқұсқа дейді. Қой бітсе қуып жүріп өлтіреді дейді. Даже оны бағуын білмейді да. Сол жаңағы басшылар или бір мекемені басқарғанға айтылған әңгімелер ғой. Неге десең, қазақ сол малға теңеп, малмен айналысқан екен, өмірден алғанда бұның бар. Бірақ мықты мақалдарда бұның бар. Тәлім, тәрбиесі бар. Сол себептен өзбек ағайындардың, олардың да әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болып, жетістікке жеткен сайын олар еңкейіп жатыр да. Аллаға шүкір, халық қолдап жатса рахмет деп. Біздікі енді шалқайып кетеді, бүйтіп кетеді. Оның бәрі жаңа үйдегі тәрбие. Оны үйде беру керек тәрбиені. Орта беру керек, ауыл беру керек. Ауыл енді ауылдың тәрбиесін дұрыс көрмеген, үйдің тәрбиесін дұрыс көрмеген, солар енді көтере алмай қап, жаңағы тоқ деп содан кейін айтып отқан шығар олар. Енді соны дұрыс айта алмай тұр да тоқ деп. Ол тәрбиеге байланысты. Тәрбие дұрыс болу керек. Қамшылау керек кішкентай кезден. Еңбекке салу керек, жұмысқа салу керек. Сонда ғана тәртіп болады. Төзімділік пайда болады. Ұят пайда болады. Ар, намыс пайда болады. Біз енді осындай жетістіктерге жетіп шалқайып қаламыз, кейін қайттан бір нәрсе болып қалса бүйтіп қаламыз. Оның бәрі сол тәрбиеге байланысты. Яғни бұл сөздің де бір астарында шындық бар ғой? Бар. Мынау әлем чемпионаты болсын. Енді сөздің шыны керек, бокста ақша көп. Басқа спорт түрлерінен салыстырғанда. Жаңағы әлем чемпионатына барып келсе, енді олимпиадан айтпақ қойғанда, жолдама жеңіп алса, үйіп төгіп береміз. Ал егер олимпиадаға барып бір жүлде алып қалса, оның үстіне үйіп төгеміз. Жаңағы пәтері бар, автокөлігі бар, біреуін беріп жатады, біреуін бермей, оны артынан сұрап жатады. Осы тұста осыншама сыйлық жасау орынды ма? Бір спортшыға. Негізі бізден де көп беретін елдер бар. Бізден де кем алмай жатқан жоқ. Міне көршіміз өзбектер алып жатыр. Бірақ олар соны көтеріп тұр да. Біз неге көтере алмаймыз енді? Көтере алмаса ақымақ та. Түсіндің ме? Ақымақ болғаннан кейін көтере алмайтын шығар. Енді үйтіп қатты айтуыма тура келіп тұр. Әйтпесе Өзбекстанда бірден
федерациясы көлігін, пәтерін, бәрін беріп жатыр. Оларды кем қылып жатқан жоқ. Енді біздің сол тәрбиемізге байланыстау деп ойлаймын оның бәрі. Ол көтер алу, көтер алмау, ол сол барлығы. Ол жерге де бір мақалды айтып кету керек қой енді. Қазақ бекер айтпайды ғой. Нысап сайын береке дейді. Нысап сайын береке дейді. Қазір енді жаңа федерацияға қоныстандық. Головкин бастаған. Жаңа үйдің атмосферасы қандай екен? Сезе алдыңыз ба? Енді әлде ол жақтан да алыссыз ба? Ол жақтан әрине алыспын, менен ұлттық құрамада жоқпын, бірақ жұмыстары жаман емес. Азия чемпионатында, әлем чемпионатында жетістіктерге жетіп жатыр. Жаңадан келген деп енді 1 жылдан асып кетті, 2 жыл болып жатыр. 24-те келсе, міне 2 жыл болып жатыр. Енді жұмыстың ең жаңағы көрінетін атқарған жұмыстарының жемісі осы Азия ойындары ғой. Азия ойындары ол командалық жарыс. Одан кейін кіші олимпиада деп айтылады бұл. Бұл да бір олимпиадаға емтихан ретінде болатын жарыстың бірі. Бұл Азияның олимпиадасы. Ал енді кіші олимпиада деп айтылады. Неге десек, тур олимпиада сияқты жарыс сол өтеді. Одан кейін олимпийский деревня сияқты арнайы жататын орындар, қалашық істелінеді. Сол себепті бұның атмосферасы өте үлкен. Жарыстың да деңгейі жоғары. Кәдімгі бүкіл спорт түрлерінен команда жарысады. Елдің спорттағы орны көрінеді. Қай ел Азияда мықты екені. Жаңа Головкин федерацияға басшы болып келгенде бүкіл ел болып қуандық. Оның сол жерде басшы болғаны біздің қазақ боксына бір әсері бар ма? Қалай ойлайсыз? Әсері енді жұмысын дұрыс атқарып, жүйелі жаңағыдай жеңістеріміз басқа жаққа кетпесе сол кезде көрінетін шығар. Бірақ енді ол жалпы қазақтың боксын көтерем деп келген жоқ қой. Бұл әлемдік бокс қауымдастығының президенті болып келді. Жалпы боксты көтерем әлемде деп келді. Ал енді қазаққа оның пайдасы тиеді, тимейді, енді оны уақыт көрсетеді. Енді өзіңізге келер болсақ, алға қойған жоспарыңыз сол олимпиада чемпионын даярлау ма, әлде тағы да бір мақсаттар қосылды ма? Мүмкін өз мектебіңізді ашу. Бірінші кезекте сол ғой. Енді мектеп ашу, директор болу, оны қазір емес. Ол кісілерге рахмет. Болат Наурызбайұлы Қырықбаев 30 жаста кезінде маған спорт мектебін басқар деп сол кезде айтқан. 2006 жылы Серік Әнуарұлы Оңғарбаев ағамыз басқарып тұрды облыста. Ол кісі айтқан. Ол кезде 36-дамыз. Жаңа бокс мектебін басқаруын. Мен ол кезде алдыма мақсат қойдым. Әлем чемпиондарын шығарам, олимпиадаға шәкірт дайындайым деп. Сол жұмыспен әлі жүрміз. Одан кейін де көптеген облыс әкімдері үлкен қызметтер айтты осындай деп. Бірақ мен бәрінен бас тартып, осы ұстаздық жұмысымды алып жүрмін. Енді уақыт көрсетеді. Қазірше алда қойған мақсатым олимпиада чемпионы. Дайындық қалай? Жақсы дайындық. Үміт Сәкенде ғой. Үміт Сәкенде. Қаласа. Онда Сәкенге тек жеңіс тілейміз. Сіздің арманыңыз орындала берсін. Алдағы олимпиада ойындарында Сәкеннен медаль күтеміз, және де ол медаль алтын болсын деп тілейміз. Бапкер үмітін ақтап, сіздің арманыңыз орындала берсін. Рахмет үлкен.